Нұртас Дәндібайұлы Оңдасынов 1904 жылы Түркістан облысына қарасты Сауран ауданында орналасқан бұрынғы Амангелді, қазіргі Нұртас Оңдасынов ауылында дүниеге келген. Қоғам қайраткері, тілші ғалым, Қазақ КСР жоғарғы кеңесі төралқасының төрағасы, түрлі салада қызмет атқарған Нұрағаңның еңбегі ерен. 1920-1926 жылдары Ташкенттегі қазақ мектеп-интернатында тәрбиеленіп, Түркістан орман техникумында оққан. Орталық комитет жанындағы жоғарғы партия мектебін бітірген. Өмірі бойы түрлі салада қызмет атқарып, 2 мәрте еңбек қызыл ту, 3 мәрте Ленин ордендерімен марапатталған. 1926-1930 жылдары Қызылорда облыстық орман шаруашылығы орманшысының көмекшісі, су шаруашылығы бөлімінің статисті, Жамбылдағы талас зерттеу партиясының кіші технигі, Шымкент облыстық су шаруашылығы бөлімінің технигі болған. 1931-1938 жылдары Ташкент ирригация институтының бөлім меңгерушісі, Кеңшар директорларын дайындайтын курс директорының орынбасары, Қазақ орман шаруашылығы тресі директорының орынбасары, Қазақ КСР жер халқы басқармасының бастығы сынды басқа қызметтер атқарған. Нұртас Оңдасынов шалғай аудандарда мұғалімдер дайындайтын курстар, училище, облыс орталықтарында мұғалімдер институтын ашып, орталық комитеттің саясатының жүзеге асуына күш салды. Қазақстан орталық комитетінің бюро мүшесі ретінде ол мәдениет мәселелеріне жауапты болды. Нұртас Оңдасынов соғыс жылдарында ауыртпалығына қарамай, Абайдың 95 және 100 жылдық мерейтойын аса биік дәрежеде атап өту жөнінде үкімет қаулысымен шешім шығарып, комиссияның төрағасы өзі болып өткізген. Қыздар педагогикалық институты, ұлттық консерватория, дене шынықтыру институты, техникалық институттар ашу және медицина, шет тілдер институтына көптеген жаңа факультеттер қосу сол кісінің тұсында істелген істер. КСРО ғылым академиясының дербес құрылуына бірден-бір атсалысқан адам. Соғыстың жүріп жатқанына қарамай жаңа ғимараттың салынуына қаражат қарастырып, оның іргесі қаланғанда ырымдап, қазақ ғылымы күмістей таза болсын деп, күміс, ақша шашқан. Осы ғылым академиясының басында Қаныш Сәтбаевтың келуіне де себепші осы кісі. Қаныш Сәтбаевтың газетке шыққан мақаласында болашақ ғалымның сөз саптауы ұнап, жаңа ойларын білуге, танысуға Мәскеуге шақырады. Кездесіп сөйлескеннен кейін КСРО ғылым академиясының президенті Камыровқа келіп, Қазақ ғылым академиясының болашақ президенті деп бірден таныстырады. 1942 жылдың басында Кенді Алтай Лениногорға іс-сапармен келген Оңдасынов білімді, байсалды Дінмұхаммед Қонаевты кездестіреді. Кейіннен Алматыға келіп, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Скворцовпен ақылдасып, өзіне орынбасарлыққа шақыртады. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев 10 жыл бойы Оңдасыновтың орынбасары болады. Нұртас Дәндібайұлы 1954-1955 жылдары Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумының төрағасы, сосын Гурьев облыстық атқару комитетінің төрағасы және осы облыстың партия ұйымын басқарды. Жауапты қызметте жүріп шығармашылықтан қол үзбейтін араб, парсы тілдеріне жүйрік еді. 1962 жылы зейнеткерлікке шыққаннан кейін шығармашылықпен шындап айналысқан. 1969 жылы арабша қазақша түсіндірме сөздігі, 1974 жылы парсыша қазақша түсіндірме сөздігі жарық көріп, қалың оқырманның ыстық ықыласына бөленді дейді Дінмұхаммед Қонаев өзінің өтті дәурен осылай кітабында. Нұртас Оңдасыновтың зейнеткерлікке шыққаннан кейін өмірі Мәскеу қаласында өтті. Оны Мәскеуге отбасылық жағдайына байланысты көшті деп жүр. Бұл жайт түбіне тереңірек үңілсек, сол тұста биліктің Оңдасыновты зейнет жасына жетпей тұрып қызметтен аластап қана қоймай, өз ортасынан, өз пікірлестерінен де алыстатуға барынша күш салғанын байқауға болады. Қаланың ортасынан Нұртас Оңдасыновтың аллеясы, тарих тереңнен сыр шертетін мұражай ашылды. Мұнда Нұрағаңның көзі тірісінде қолданылған көптеген бұйымдар орналасты. Бұл ғимараттың ашылуында басты мақсат осындай дарынды, дара тұлғаның өлшеусіз еңбегінің аз ғана бөлшегін өскелең ұрпаққа бөлісіп, еленбей жатқан еңбекке тағзым жасау.
1989 жылы қалың қазақтың қабырғасына аяздай батқан қаралы хабар естілді. 85 жасқа қараған шағында мәңгілік мекеніне Дәндібайұлы Нұртас Оңдасынов аттанды. Мен үш нәрседен тазамын. Біріншіден, сонша жыл ел басқарып отырып біреуге нақақтан нақақ жала жауып, қиянатқа барған емеспін. Біреуден бір сом пара алған емеспін. Қолым таза. Екіншіден, 1937-38 жылдардағы қаралы күндерде боздақтарды атып жатқанда бір қағазға қол қойған емеспін. Арым таза. Үшіншіден, адамдарды атаға, руға, жүзге бөлген емеспін. Жүзім таза.